Өте дәмді болып шығатын, биік болып көтерілетін, қолжетімді заттардан жасалатын шоколадты пирог дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ең алдымен бөлек ыдысқа құрғақ қоспаларымызды араластырып аламыз. Бұл жерде ұн, какао және соданы жақсылап тұрып араластырамыз. Енді жұмыртқамызға кішкене шымшым тұз және шекерімізді салып, 2 есе ұлғайып, ағарғанша миксерлеп аламыз. Осылай ұлғайғаннан кейін үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді және сұйық майымызды құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Енді үстіне қайнап тұрған суымызды құйып жібереміз. Енді үстіне құрғақ қоспаларымызды салып, барлығын толықтай араластырып шығамыз. Соңында уксусты құйып, тағы да барлығын араластырып жібереміз. Осымен біздің пирогымыздың қамыры дайын. Тапамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды құйып шығатын боламыз. Және 150 градус қызып тұрған пеште 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Пирогтың піскен-піспегенін ағаш таяқшаны кіргізе отырып тексереміз. Пирогымыз пісіп шықты. Енді суытып алғаннан кейін үстіне шоколадты ертіп жағып шықсаңыздар болады, немесе тура осы күйінше де жей берсеңіздер өте дәмді болып шығады. Достар, менің каналымда басқа да пайдалы рецепттер өте көп, жазылып алуды ұмытпаңыздар. Пирогты осы рецепт бойынша жасап, пікірлеріңізді жаза кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Әсел, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет.